Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Шамалған ауылы Алматы облысына дүниеге келген Қазақстанның мемлекеттік қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. 1990 жылдың 24 сәуірінен бастап 2019 жылдың 20 наурызына дейін Қазақстан Республикасының президенті болды. 2019 жылдың 19 наурызынан бастап Қазақстан Конституциясының кеңесінің мүшесі атанды. Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайында Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүниеге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойда жиналған ағайын, туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынандай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбайдың шаңырағында өмірге келді. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болған. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және болгар тілдерін еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын. Әңгімелескен адам зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды. Елбасымыз жолдайды, халқы оны қолдайды, ешқашанда орынсыз шешімдері болмайды. Елбасы елді қорғайды, халқының қамын ойлайды, осындай жақсы адамның жақсылығы тарайды. Тәуелсіздікті елге сыйлайды, халқының оның қалайды, орындалып арманы халқымызға ажарлы, осының бәрі әрине елбасының арқасы. Әбіш ұлы Назарбаевтың ел басқарар қабілетін бағалай келе, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің мынандай айтқан пікірі бар. Назарбаев саясатта кеңес одағынан келе жатқан тұлға. Оның заман тынысын дөп басып айтатыны, елі мен жерін жүрегімен сезіне аладыны. Ең бастысы бұл қасиет оған қайдан дарыған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев адал да әділ деген екен. Бұл сөздерге келіспеуге болмайды. Алғашқы президентіміз әлем жұртшылығын таңғаларлықтай істері әлі де көп. Қазағымның туын тіккен елбасы, ол қызына сая болған елбасы, қазақ елін аялаған елбасы, қиындықта сая болған елбасы. Арқа сүйеп ақыл-ойдың шыңына, аңсағаны ұтқа шуақ шығала, әрбір күні адамзаттың қамы үшін, әрбір түнде қамығатын мұңына. Арқалаумен ауыр жүгін алыптың, арман еді жарқын әлем жарық күн, айбындылығы ардақтаке Әбіштің, адастырмас көшбасшысы халықтың. Ұлы дала дарабозы ұланы, ұшырғанда шарықтаған қыраны, ұлғын мен сақтан бері сақталып, ұрпақтарға мұра болған ұраны, еміренті еркін сезім шақтары, ел жүретті қазағымның бақтаңы, елін сүйген елбасы, егеменді Қазақстанның мақтаны. Талқысымен тайталасқан тың күші, туын тікті бостандықтың құндысы, туымасынан парасатты президент, тәңір берген тәуелсіздік тұңғышы. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш елбасы болды. Елбасымыздың арқасында Қазақстан тәуелсіз мемлекеттерінің қатарына қосылды. Елбасымның бастауымен менің елім әлемге танылды. Елімнің елдігін көрсетіп, елдігін танытқан да осы елбасым. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Ол талантты тұлға, өз елін жерін сүйетін ұлт жанды азамат. Оның еліне жеріне деген махаббатын естімеу көрмеу мүмкін емес. Біз оны елбасымызды әрбір ісінен, сөйлеген сөзінен, халыққа жолдаған жолдауынан білеміз. Қазақстанды тәуелсіз елдер қатарына қосып, қаржылық пен жұмыс жасау арқылы еліміздің ең үздік елу мемлекеттер қатарына кіргізді. Қазақ халқының атын әлемге танытып, алаш баласының абыройын асқақтатқан тұлға елбасы. Ол менің президентім.